Жаңартылған білім беру мазмұнының теориясы мен әдістемесі пәні бойынша келесі дәріс тақырыбымыз оқыту және оқытуда сын тұрғысынан ойлауды дамыту. Дәрісте қарастырылатын мәселелер: бірінші, сын тұрғысынан ойлауды дамыту мақсаты мен міндеттері; екінші, сын тұрғысынан ойлауды дамытатын оқыту шарттары және сын тұрғысынан ойлау әдістері. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту құрылымымен, мазмұнымен, мақсаты және міндеттерімен таныстыру. Ал міндетіміз сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту арқылы шығармашылық, танымдық қабілеттер мен ғылыми тұрғыдан ойлау дағдыларын жетілдіру, сын тұрғысынан талдау, баға беру дағдыларын қалыптастыру мен дамыту мәселелері қарастырылады. Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз не? Бұл туралы не білеміз деген сұраққа жалпы студенттер сын тұрғысынан ойлау бүгінгі күнде жаңартылған білім беру мазмұны арқылы іске асып жатқандығы, балалар өздіктерінен ойланып, іс-әрекет жасай алады деген көптеген пікірлер айтады. Жалпы сын тұрғысынан ойлауды іске асыру үшін мұғалім қандай тұрғыда сыни ойлану қажет? Сын тұрғысынан ойлау үшін қандай әдістерді қолдану керек дегенде, оны бүгінгі күннің білетін мәселесі ретінде ой қозғайды. Ізденсе жалпы талпынса қолдан салмайтын шарт жоқ. Егер құнттамаған, ізденбеген, соңына түспеген адамның жұмысы еш уақытта берекелі болмайды деген болатын Жүсіпбек Аймауытұлы. Сол секілді бұл сын тұрғысынан ойлау мұғалімдерді шығармашылық пен үнемі ізденіске баулуды негіздеп іске асыруды міндеттейді. Сын тұрғысынан ойлау ашық қоғам негізі. Ол өз алдына сұрақтар қойып, және оларға жауап іздеу. Әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны дәлелдей алу, сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлелдемелердің қисынына зерттеу дегенді білдіреді. Бұл оқыту қарапайымнан күрделіге қарай іске асады. Сын тұрғысынан ойлау бұл бағдарлама. Немесе бүгінгі күн жаңағы Кембридж университеті ұсынған 7 модульдің бір түрі, яғни бір әдіс түрі. Бұл бағдарлама әлемнің түпкір-түпкірінен жинақталған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Мақсаты барлық жаста оқушыларға кез келген мазмұнды сыни тұрғыда қарап, екі ұйғарым, бір пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім қабылдауға сабақтарды үйрету. Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, ол шыңдалған ойлау. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы тәжірибе негізіне іске асырып келген Чарльз Тем, Джинни Стиль және Мередит. Сонымен бірге сыни ойлау неге сену керектігі мен нені жазу керектігін шешуге бағытталған саналы түрдегі рефлексивті ойлау болып табылады. Бұл жөнде Дэвид Вуд және Браус айтқан болатын. Халпериннің пікірі бойынша сыни ойлау қажетті нәтижені алу ықтималдығын арттыратын танымдық дағдылар мен стратегияларды пайдалану дейді. Яғни осы жобаның негізінде Жан Пиаже мен Симонович Выготскийдің теорияларын басшылыққа аламыз екен. Сыни тұрғыдан ойлаудың негізгі мақсаты барлық жаста оқушыларға кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, яғни екі ұйғарым, бір пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім қабылдауға үйрету деген болатынбыз. Сыни ойлау дамыту дәстүрлі оқытудан басты айырмашылығы неде? Яғни қазіргі кезде білім дайын күйінде берілмеуі, білімнің дайын күйінде берілмеуі. Сын тұрғысынан ойлау өзіндік жеке ойлау болып табылады. Олар өз алдына өзіне сұрақ қойып, үнемі сол сұраққа жауап іздеп, шешімін табуды қажет ететін мәселені анықтауды айтамыз екен. Сонда сын тұрғысынан ойлау дегенімізге анықтама беретін болсақ, сын тұрғысынан ойлау дегеніміз ой қозғай отырып, оқушының өз ойынымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білген, талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмеген өзі реттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау, өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау болып табылады.
Ал негізгі мақсаты барлық жастағы оқушылардың кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, өз пікірлерінің біреуін таңдауға және шешім қабылдауға үйрету. Кез келген оқу материалындағы мазмұнды сынау емес, сын тұрғысынан қарау арқылы ұтымды жауап іздеу. Сол жауапты іздеуге жай ойлау емес, шыңдалған ойлауға оқушылардың өзі қол жеткізу. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының дәстүрлі технологиядан айырмашылығын жаңа айтып өттік, бұл дайын күйінде берілмеуінде. Яғни, нақты жағдайда мынаны былай жасау керек, немесе осылай көрсету керек деген мәселелерді қабылдауға, жауапкершілікті арттыруға, іс-әрекет жасауға жұмылдырамыз. Осы тұрғыда оқушылардың арасынан дарынды оқушылар анықталады. Олар топтық жұмыста белсенділік танытып, қасындағы жолдастарына, яғни бағыт беріп, кей жағдайда үнсіз оқушылардың ашылуына мүмкіндік тигізеді, немесе мүмкіндік жағдай туғызады. Осы сын тұрғысынан ойлау бойынша жалпы бұл бағдарламаның өзі екі жақты мағынаны қарастырады. Себебі жерде оқушылардың өзі сыни тұрғыда ойлауын дамытады, сонымен бірге мұғалімдердің сыни тұрғыда ойлауын дамытуға жетелеп іс-әрекет жасатады. Сын тұрғысынан ойлау оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Яғни оқушыны мұғалім мен сыныптастарымен еркін сөйлеуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға көмектесуге, өзекті мәселелерді шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге баулитын бағдарлама болып отыр. Оқушы, яғни кім? Ізденуші, ойланушы және өз ойын дәлелдеуші. Ал мұғалім әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы қызмет атқарады. Осы сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін негізгі мынандай шарттарды орындау қажет. Бірінші, сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек. Екінші, оқушыларға ойланып толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беруіміз керек. Үшінші, әртүрлі идеялар мен пікірлерді қабылдай алуымыз керек. Төртінші, үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдандыруымыз керек. Ал бесінші, кейбір оқушылар түсініп қалған қолайсыз жағдайларды әжуаға айналдырмауымыз керек. Яғни келекежге айналдырмау керек. Оқушылардың бірін-бірін жауабына жасаған сынның дәлелді, дәйекті болуын талап етуіміз керек. Және сын тұрғысынан ойлауды бағалаймыз. Сын тұрғысынан ойлаудың ерекшелігі оқу мен жазу дамыту бағдарламасы деп. Білім алушы оқушымен топпен еркін сөйлесіп, өзекті мәселелерді іздестіріп, қиындықтарды жеңіп, өздіктерінен ізденуге бағыттап іс-әрекет жасайды. Яғни, бұл сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазуды дамытады. 1998 жылы қазан айынан бастап осы жүргізілген бағдарлама негізінде озық әдістерді игертіп, іздену арқылы бала бойына тартып, оның өнімді нәтиже шығара білуіне, яғни өнім ала білу әрбір ұстаздың басты міндеті екен. Сын тұрғысынан ойлаудың негізгі ерекшелігі бала, яғни оқушылар үшін сапалы білім беріледі. Оларды шығармашылыққа баулиды. Ұжымдық әдістер қолданылады. Психологиялық ізгілік туындайды. Жеке тұлға қалыптасады. Және үнемі дамыта оқытылады. Сонда оның негізгі сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының тәсілдердің негізгі тиімділігі міне осындай екен. Сын тұрғысынан ойлауды іске асыру үшін бірінші жаңа сабақ бастаған кезде оқушылардың қызығушылығын оятуымыз қажет. Екінші мағынаны таныту, үшінші ой толғанысына түсіндіру. Сонда сабақтың құрылымдық кезеңдері бірінші қызығушылықты ояту, екінші мағынаны таныту, үшінші ой толғанысы болып отыр. Бірінші кезекте қызығушылықты оятуды қалай түсінеміз? Ол үшін әрине мұғалімнің
ізденісі, шеберлігі қажет. Әр оқушының, әр отбасынан келген, әртүрлі ойда, әртүрлі психологиялық даму ерекшеліктеріне сәйкес өзіңізге бейімдеп сабақты бастау үшін әрине қызығушылықты оятуыңыз керек. Ол да үлкен сіздің кәсіби шеберлігіңізге, педагогикалық ізденісіңізге байланысты. Яғни оқушыға бұрынғы білетін мен жаңа білімді ұштастырудан тұру қажет. Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді, өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте түседі. Осы кезеңде қандай біз стратегиялар немесе тәсілдерді қолдануымызға болады? Яғни топтастыру, ойлану, жұртта талқылау, әлемді шарлау, болжау сияқты әдістерді қолдана аламыз. Қызығушылықты ояту кезеңінің мақсаты үйренушінің үнемі белсенділігін арттырады, таным қызығушылықтарын арттырады. Себебі басқа жаста оқушылармен салыстырғанда бастауыш сынып оқушыларының өте қызығушылығы жоғары екендігі естен шығармағанымыз жөн. Екінші кезең мағынаны таныту. Ойлау мен үйретуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші кезеңі мағынаны тану, түсіне білу. Бұл кезеңде үйренуші жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Оның өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетудің жағдай жасалу негізінде іске асады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауға көмектесуін оқыту стратегиялық іске асыруымызға болады. Соның ішінде мағынаны танытуға қандай стратегиялар немесе қандай әдістерді іске асыруымызға болады, қандай тәсілдерді қолдануымызға болады. Ол да өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты. Мысалы, соның ішінде инсерт стратегиясын мағынаны танытуға өте ыңғайлы. Яғни белгі қойып оқыту деп айтуымызға да болады. Яғни бірінші білемін, білмеймін, мен не үшін жаңа ақпаратты танысамын, нені білгім талқылаймын деген мәселелерді, яғни осы әдіс арқылы үйретуімізге болады екен. Үшінші ой толғаныс. Тақырып туралы ой толғаныс, яғни бұл үшінші кезең болып есептелінеді. Күнделікті оқыту процесінде оқушының толғанысын ұйымдастыру, өзіне, басқаға, сын көзбен қарау, баға беру, сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасында бұл сабақтағы аса қажетті, мәнді, маңызды әрекет болып табылады. Дәл осы кезеңде үйренуші не үйренгенін саралап, салмақтап, оның қандай жағдайда қалай қолдану керектігін ой елегінен өткізеді. Белсенді түрде өз білімін үйрену немесе өзгерістер енгізеді, білім шыңына көтеріледі, үлкен әлемге енеді. Сол білім арқылы өзінің өзгергенін сезінеді, өзгеше сенім, тәрбиешілік, даналыққа бастау ала бастайды. Толғануды тиімді етуге дайын күйінде қандай әдістерді қолдануымызға болады? 5 жол өлең, вен диаграммасы, еркін жазу, семантикалық карта, тағы да басқа әдістер. Олар оқушылардың бір-бірімен ой алмастыруға, ой түйістіруді қамтамасыз етеді. Әр оқушыны, яғни шығармашылыққа жетелейді. Ал осы сын тұрғысынан ойлау арқылы қандай нәтиже ала аламыз? Баланың бойында сенім пайда болады, ізденуге ұмтылады. Сабаққа барлық оқушы жұмыла кіріседі. Мұғалім тек қана бағыт береді. Оқушы тақырыпты өздігінен түсіне бастайды. Яғни жаңа тақырыптың мазмұнын ашуда өздері белсенді іс-әрекет жасай бастайды екен. Яғни нәтижеге жетуге бағыттап іс-әрекет жасайды. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы, яғни дамыта оқыту жүйесінің барлық қағидаларын ескереді. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету, жаңа айтылған бірнеше шарттарды орындау арқылы, яғни нәтижеге жетіп, мақсатты түрде біз өнім ала аламыз. Яғни оқушыға байланысты барлығы сенімділікпен жұмыс жасай бастайды. Ынтымақтастық іс-әрекет, топтық жұмыс, пікір тыңдау, бір-бірді құрметтеу, өз пікірін ашық айту,
Сонымен бірге тақырып туралы не білемін, нені үйрендім, қандай нәтижеге жеттім, қандай жаңағы ақпаратты, жаңа мәтінді немесе жаңа тақырыпты үйрену барысында қандай қиындықтар кездесті, осыны қалай жеңе аламын деген пікірлер туындайды. Осы ақпаратты барлық жаңа берген мәтінді үйрене отырып, яғни қорытынды жасауға, сол тақырыптың мәнін, мазмұнын меңгеруге өздері жұмылып жұмыс жүргізеді. Осы арқылы оқушылар өздіктерінен ойлана алады, талдайды, тұжырымдайды, ұқыптылыққа, тәртіптілікке, пайымдауға, қызығушылыққа жұмылады. Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылар барлығы бірдей іс-әрекет жасап, жұмыс жүргізе бастайды. Осы жаңа айтылған барлық стратегияларға тоқталатын болсақ, миға шабуыл стратегиясы қалай іске асады? Немесе Джикса стратегиясы, кубизм стратегиясы, Вен диаграммасы стратегиясы, автор орындығы қалай іске асырылады? Мысалы, Вен диаграммасы стратегиясы бұл стратегияның мақсаты салыстыру, пайымдау. Екі зат немесе мезгілдің айырмашылығы мен ұқсастығы жазылады. Бір-біріне айқасқан екі немесе үш шеңбер арқылы бір-бірін салыстыру арқылы көрсетеді. Яғни екі жағына салыстырылады, ал айқасқан орта жеріне, яғни ортақ белгілері немесе ортақ қасиеттер жазылады. Оқушылардың ойлары, яғни іске асып, салыстырылады, түрлі операциялар жүзеге асыра бастайды. Ал автордың орындығы стратегиясында бірінші тапсырма береді, яғни ой жалғастыру арқылы оқушылар кезек-кезек орындыққа отыру арқылы сол берілген тапсырма бойынша жауап береді. Топтағы әрбір оқушы, яғни өз білетіндіктерін оқи бастайды. Сонымен бірге топтың ең үздік жұмысы анықталады осы арқылы. Ортада тұрған орындықта отырып, өзінің автор ретінде сезінеді. Және авторға сұрақ қойылады, қолдау көрсетіледі. Ал 5 жол өлең, яғни өлеңнің құру тәртібінде бірінші зат есім, сын есім, етістік, сөз тіркесі және сөзге синоним жазылады. Осы айтылған бірнеше стратегиялар арқылы баланың, яғни оқушылардың бірлесіп іс-әрекет етуіне, сонымен бірге бір-бірімен ой бөлісуіне, жаңа ақпаратты талдауына, қаншалықты өздері меңгергендіктері бірін-бірі бағалау арқылы, яғни түрлі іс-әрекеттер арқылы балалар нәтижеге жетуге бағыттап іс-әрекет жасайды. Сонымен бірге миға шабуыл стратегиясының өзде бұл ұжымдағы талқылау мәселесінің шешімін іздеуге қолданатын тиімді әдістердің бірі. Бұл жаңа айтылып өтті. Бірінші, қызығушылықты оятуға байланысты сабақтың алдыңғы кезеңінде ұйымдастыруымызға болады. Қандай да бір проблемаланы әр мүшесінің пікірін еркін тыңдау арқылы, яғни бір-бірін жеке тұлға ретінде қалыптасуына және оны әрмен қарай қаншалықты салыстыруларына, бір-бірімен дұрыс пайдалана білуіне, немесе бір-бірінің ойын соңына дейін тыңдауына, сараптауына, салыстыруына үлкен жол ашады. Осы секілді жаңағы айтылған эссе жазу стратегиясы, немесе джикс, кубизм стратегияларының да барлығын тақырыптың мазмұнына сәйкес қолданып, әрбір сабақта шығармашылықпен ізденіс жұмысына баулуымызға болады екен. Сонда осы стратегияларды, сын тұрғысынан ойлауға бағытталған стратегияларды қолданып, яғни сабақта қызығушылықты оятып, мағынаны танытып, ой қозғалыса түсірсек, оқушы үнемі ізденіс үстінде, үнемі іс-әрекет үстінде, яғни нәтижеге бағыттап
жұмыс жүргізеді екен. Сонда біздің мақсатымыз барлық оқушыларды бірдей сабақ барысында ізденуге, ойлана білуге, бір-бірін тыңдауға, ұжымдық әрекет жасауға, жалпы мақсатқа бағыттап әрекет жасауға үйретеміз. Осыған байланысты енді сіздер өздеріңіз үйден практикалық сабақ кезеңінде стратегиялар туралы қысқаша дәптерлеріңізге конспектілер, бастауыш сыныптың бірінші сыныбында оқылатын пәндерге байланысты қай стратегияларды, қай пәнде, қай тақырыпта қолдануға тиімді екендігін анықтап жазып келіңіздер. Және соны дәлелдеп көрсете біліңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.